Ассалаумағалейкум достар. Бүгін жақсы адамдар мәнін үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Міне бірінші үстінен 5 перне. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пернені ұстаймыз. Астынан 7 перне. Міне астынан басып тұрмын. Қағыз төмен. 5 қағыз. Алма кезек. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. 5 қағыз болды. Міне бұлай қосып ойнаймыз. Әр қарай тағы төмен қағыз 5 пен 7-ге. Сосын үстінен 5, астынан 8 перне жоғарыға. Сосын 5 пен 7 төменге. 5 пен 5 жоғары. Сосын 5 пен 3 үстінен міне. Бірінші перне 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, астынан 3 төменге. Сонда мынадай әуен шықты. Әр қарай. Сосын үстінен 5 перне 1, 2, 3, 4, 5. Астынан да 5 перне 5 қағыз қағамыз. Алма кезек. Бірінші төмен, сосын жоғары, сосын төмен тағы да. Жоғары, төмен. Сонда та-та-та-та. Мына 5-ші қағызда 5 пен 7-ні қағамыз. 4 қағыз 5 пен 5-ке. Сосын 5-ші қағызға 5 пен 7 төмен қағыз. Одан кейін қайттан 5 пен 5 төмен. 5 пен 7 жоғары. Қайттан 5 пен 5 төмен. Сосын 5 пен 3 жоғары. Міне сызықтың алдынан басып тұрмын дәл. Жоғары. Сосын 2 перне астынан төмен. 1, 2. Сонда мынадай әуен шықты. Тірліктен іздеп. Міне буынға бөліп айтасыздар ғой. Міне біріншісі қағысына тір деген буын кетеді. Одан кейін лік, тен. Бөлсеңіздер келіп тұр, көрдіңіздер ма? Неге біз айға? Міне, қиын емес, асықпай тартыңыздар осылай. Тірліктен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп, неге біз айға? Әр қарай күш табатындай, құс қанатындай. Күш табатындай, құс қанатындай. Міне, үстінен 5 перне. Мынау үсті, шатасып кетпеңіздер. Мынау асты, мына қыл ғой шек. Үсті, асты. Бұлай ұстап тұрған кезде мынау үсті болады. Мынау астында тартатын асты болады. Үстінен 1-ден басталады міне. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, астынан да 5 перне. Сызықтың алдынан басып тұр міне. Сызық бөліп жатыр ғой. Міне, кішкентай пернелер ғой, барлығы бірдей. Мынау 1 перне мысалы, мынау 2 перне, 3, 4. Міне, бөлшектері, мына сызық ортасын бөліп жатыр. Мысалы, мынау 1 перне болса, мына сызық бөліп жатыр. Сызықтан кейін уже 2 перне болады. 3, 4, 5. Үстінен 5, астынан 3 перне ұстаймыз. 5 қағыз. Төменнен басталады. Міне қағыз қаққан кезде мына сұқ саусақпен, мына саусақпен төмен қағыз жасаймыз. Бас бармақпен жоғары қағыз. Сонда төмен, жоғары болды. Мынау төмен қағыз, бас бармақпен жоғары. Білезік буын бүгіліп тұрады. Мына шынтақ қозғалмайды. Міне қараңыздар. Осылай қолды жаттықтырасыздар.
осы жерден қағасыздар, мына жақтан емес, мына тесіктің үстінен емес, мына ортасынан, мына қоңыр жерден. Мына 3 саусақ қазы қатар бірдей тұрады. Міне сұқ саусақ алға шығады шамалы. Бас бармақ қарама қарсы. Қағысты жаттап алыңыздар, мынау төмен қағыс, міне жоғарыдан бастап төмен түсетін бұл төмен қағыс деп аталады. Төмен қағыс деп аталады. Ал мына бас бармақпен төменнен жоғары қағыс тартқаным бұл жоғары қағыс. Міне бұл жоғары қағыс. Енді әрі қарай жалғастырайық жаңағы жақсы адамдарымды. Міне үстінен 5-ші перне, астынан 3. 5 қағыс дедім, Одан кейін 5 пен 3 тұра береміз, төмен қағыс. 5 пен 5 жоғары. 5 пен 3 төмен. 2-ші перне жоғары төмен. Сонда мынадай әуен шықты. Міне оның алдындағысымен қосайын. Әрі қарай 2-ші перне төмен. 3 пен 3. 5 пен 5. 5 пен 7. Астынан 8-ші перне. Сосын 5 пен 5. 5 пен 3. Жоғары төмен. Сосын 2-ші пернеге де жоғары төмен. Сонда мынадай әуен шықты. Міне осындай. Мейірім қайда деген жер ғой. Міне буынға бөліп айтыңыздар, сол кезде шығады. Әрі қарай қайырмасы болады. Міне 5 пен 5-ші перне 4 қағыс. Сосын 2 қағыс ашық баспаймыз. Соны қосып тартамыз. Тағы қайталау. Сонда 2 рет. Сосын 3-шісінде тағы 4 қағыс тартамыз. Сосын мына жерден 8-ші перне төменге. Сонда бұлай. Міне, сосын 7-ші перне төменге. 8 жоғары. 7 қайттан төмен. 5 пен 5 жоғары. 5 пен 3 төмен. Сонда мынадай әуен шықты. Барлығын қосқан кезде бұлай. 3-шісі. Әрі қарай 3 пен 3-ші перне. 3-ші перне. 4 қағыс 3 пен 3-ке. Сосын ашық. Осы қайталаймыз тағы. 2 рет. 2 рет тартамыз, Сосын мынадай. 2-ші перне төмен. Сосын 3 пен 3 жоғары. 5 пен 5 төмен. 5 пен 7 жоғары. 8 төмен. Міне жаңа 8 төмен дедім, Одан кейін 5 пен 7 төмен. 5 пен 5 жоғары. 5 пен 3 төмен. Сосын 2-ші перне жоғары төмен. Сонда бұлай түстік. Сосын 5 пен 7. Сосын жаңағы қайырмасын қайталайды жаңағы. 5 пен 5-тен бастап.
сосын соңында міне мынау соны екінші пернені ұстайды, міне төмен, сосын жоғары, төмен, жоғары, төмен, 4 қағыс сонда ашыққа. Міне осылай аяқталады жақсы адамдар міне. Сосын келесі шумақтарына қайталана береді. Міне басы. Міне. Бағаламаймыз қолында барды, жүрмеді өлмес жолында мәңгі. Міне осындай. Осындай қайталана береді, үйреніп алыңыздар. Ал енді бастан аяқ тартып көрсетейін жақсы адамдармен. Сонында тағы былай қосып жіберіп жатырмын. Оны енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да болады. Ал енді тағы да сіздерге қазақ осы әннің басын үйретейін. Бірінші үстінен 5-ші перне төмен, сосын 5 пен 7 төмен жоғары қосамыз. Сосын төмен жоғарыға 4 рет тартамыз. Бес пен 7-ге міне 5 пен 7-ге 3 рет тартамыз төмен жоғары. Міне бұл бөлек, одан кейін 3 рет тартамыз. Төртіншісінде мына 5 пен 5-ке кетіп қаламыз. Та, 2, 3. Сосын төртіншісінде кетіп қаламыз. Төмен, сосын 5 пен 5-ке төмен жоғары. Міне асықпай көрсетем. Төртіншісінде уже бір қағыс тартам тек. Сосын 5 пен 5 төмен жоғары. Сосын 5 пен 8, 5 пен 7 төмен жоғары, 5 пен 5 төмен жоғары. Міне осылай. Бірінші жолы. Әрі қарай. Сондай, міне 5-ші перне төмен бірінші, сосын 5 пен 5 төмен жоғары, сосын так бір рет тарттық. Енді 2, 3, 2 рет тартамыз тағы төмен жоғары қағыс. Сосын төртіншісінде бір қағыс төмен, сосын 5 пен 3 төмен жоғары, сосын 5 пен 5 төмен, сосын 5 пен 7
төмен жоғары, төмен жоғары. Сонда мынадай қосылғанда былай мынадай әуен шығады. Міне асықпай көрсетемін. Төмен жоғары. Төмен жоғары қағыс қой, сонда бұл қазақ осы әнінде. Басынан бастап көрсетейін. Әрі қарай. Немесе бұлай да осылай да тартса болады. Негізінде ондай қатені байқап тұрған жоқпын. Бұлай әдем шығады екен. Әрі қарай да үйретіп жібере берейін. Астан екінші перне. Төрт қағыс. Екінші пернеге төмен бірінші. Сосын 5 пен 3. 4 рет төмен жоғары. Сонда мынадай әуен шығады. Міне бірінші төмен қағыс тартамыз. Одан кейін 5 пен 3 төмен жоғары тартып алып кетеміз. Қағысты жалғастырып. Одан кейін бөлек төмен жоғарыға 4 қағыс. Төмен жоғарыға 3 рет тартамыз. 4 рет емес, 3 рет. Одан кейін 5 пен 5. 5 пен 5-ге бір рет төмен қағыс. Сосын 5 пен 3 төмен жоғары. Сонда мынадай қосылған кезде мынадай әуен шығады. Сосын астынан екінші перне. Міне 5 пен 5 төмен. Сосын 5 пен 3 төмен жоғары. Астынан екінші перне төмен жоғары. Сосын 5 пен 3 төмен жоғары. Екінші перне төмен жоғары. Одан кейін мынадай соны қиын емес, оңай екен. Астынан екінші перне төмен, 2 рет төмен жоғары қағыс. Сосын 5 пен 3 1 рет төмен жоғары. Одан кейін 1 қағыс төмен. Сосын екінші перне төмен жоғары. Сосын ашыққа 3 рет қағамыз. 2 қағыс төмен жоғары. Одан кейін міне ашыққа 2 рет төмен жоғары қағыс. Қосылған кезде бұлай болды. Сосын қайталау мына жер. Осындай қиын емес, үйреніп алыңыздар. Сосын алғыс деген де ән бар.
жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыс жаратқанға. Қалдырмас өмір атты жолда жалғыз, барынды бағалада тәубаға түс. Жаратқан сыйғып беріп сана беріп, жасаған жоқтан барды Алла алғыс. Сосын қайырмасы былай: алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс елдің бәріне, алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Сосын қайтадан шумақтарына қайталанады. Бұл алғыс әніне мен жаңағы видео сабақтарым бар, қарап алыңыздар. Осындай жақсы тамаша күйлер бар. Ал енді әзірге осы жаңағы айтқан әндерді үйреніп алыңыздар. Ал келесі сабақта жақсы әндер мен күйлерді үйрететін боламын. Сосын ерке сылқым күйі де бар. Осындай жақсы күйлер. Ал енді сау болыңыздар. Көп рахмет қарағандарыңызға. Келесі видео сабақтарда жүздескенше.